Ал хош келдіңіздер. Үйдің ішіне кірдік. Мінекей осындай тамаша үлкен зәулім сарай үйіміздің кіреберісі. Мінекей өте биік, төбе биіктігі осындай кафелденген кіреберіс. Мынандай тамаша есіктер, өздеріңіз көріп тұрсыздар, қымбат материалдан жасалынған. Ал мынау осындай тамаша үлкен отбасыға арналған холл бөлмесі. И холлдан жан-жақты мінекей кеткен жатын бөлмелерде. Ал мынау бірінші қабатқа арналған гостевой санузел деді ма, санторап, мінекей өте кең. Бұл жерде стиральный бәрі орнатылған. Қарама-қарсы жақ беткейімізде бірінші детская комната. Бұл жерде 6 бірдей жатын бөлме бар. И ерекшелігі әр бөлменің өзінің жуынатын мінекей ванна, санторабы бар. Мінекей бұл бірінші детская комната. Тамаша өзінің жарасымды жиһаздарымен. И және ары қарай, былай, давайте сразу оң жақтан кете берейік. Мынау керемет баспалдақ. Мән берсеңіздер, баспалдақ өте кең мінекей. Бұл жерде де үйге лайықты тамаша баспалдақ. Мына жерде екінші детская комната. Қыз балдарға, ұл балдарға арналған. Өте кең просторный бар. Бөлмеде кондиционер орнатылған. Үй жап жаңа, осы 2025 жылы салынған, әлі ешкім тұрмаған бұл үйде. Мынау үлкен зал бөлмесі, қонақ күтетін. Қараңыздар, ішіне деген тамаша ремонт. Прям все со вкусом. Қымбат-қымбат шторы,